Өкімет отырысында Әлихан Смайылов айтты ғой, қолынан келмейді, батыл шешім қабылдай алмайтын адамдар орнын босатсын деп. Министрлердің бәріне бір сұрақ қоюға тура келіп тұр. Орныңызды босатасыз ба, жолда қызметіңізді жалғастырасыз ба? Мен өзіме тиесілі жұмысымды жасап жатырмын. Қазіргі денсаулық сақтау саласына байланысты көрсеткіштер былтырмен салыстырғанда, тіпті 2-3 жылмен салыстырғанда жақсарып келеді. Сондықтан егер мемлекет басшысы ондай сұрақ алдыма сондай шешім қабылдаған. Батыл шешім қабылдап, қызмет жалғастыруға дайынмын дейсіз ғой? Қазір мен қызметімді істеуге дайынмын. Оны мен шешпеймін ғой, оны басшылар шешеді. Мен өз талпынам, бүкіл күшімді салам. Мен қызметімді жалғастыруға дайынмын. Жақсы. Әрбір министрдің сұрағы емес. Әр күнде министрлер өзінің лауазымынан кетіп, басқа жұмысқа да кетуге дайын. Оны басшы, мемлекет басшысы шешеді, оны үкімет басшысы. Сол себептен бізде алаңдамай өзіміздің жоспарымыз бар, нақты жоспарды орындауға кірісіп жатырмыз. Қызметін жалғастыру. Әркім өз орнында, әсіресе бірінші басшы болса, жауапкершілікті сезініп, толығымен заңға сәйкес шешім қабылдай біледі. Батыл шешім қабылдай дайын. Орныңызды босатасыз ба, жоқ әлде қызметіңізді жалғастырасыз ба? Әзірше қызметті жалғастырамын. Егер мындай шешім бар болатын болса, оған келмейді деп айтатын болса, жұмыстарды алмайсыз деп айтатын болса, әрине босатамыз.